Сәлеметсіз. Сіздермен тағы да мен батысология ғылымдарының докторы. Бүгін бізде батысовский языктің 3-ші сабағы. 3-ші сабақта біз жаңа сөздер үйренетін боламыз. Ең бірінші біздің сөзіміз ол уақ. Уақ дегеніміз ол мелочь. Сіз дүкенге барғанда ақшаны майдалап бересіз бе? Сізде майда бар ма деп айтпайсыз. Ақшаны уақтап бересіз бе? Сізде уақ бар ма деп айтасыз. Запомнили? Запомнили. Келесі біздің сөзіміз ол іңкәл. Іңкәл дегеніміз ол бешбармақ. Іңкәл деп батыстың барлық жерінде айтылмайды, көбінесе Орал қаласында айтылады. Келесі біздің сөз ол шағу. Шағу дегеніміз ол семечки. Яғни подсолнечный маслода пістемай, көп айтатындай, шағумай болады. Шағу, шағумай. Семечки, подсолнечное масло. Запомнили? Запомнили. Келесі біздің сөзіміз ол сықиып. Сондай күшті сөз. Адамның бет-әлпеті күшті болып тұрғанда, киімі өзіне жарасып тұрғанда, сықиып тұрсың ғой, сықиып киініп алыпсың ғой деп айтылады. Запомнили? Запомнили. Ең соңғысы ол ғой, қой деген қосымшалар. Айттым ғой, көрдім ғой, бардық қой дегендегі соңғы қысқа и, яғни и краткий әрпі айтылмайды. Айттым ғо, бардым ғо, көрдім ғо деп айтамыз. Запомнили? Запомнили. Сіздермен болған тағы да мен батысология ғылымдарының докторы. Келесі кездескенше сау болшы.